Бүгінде ғылымда 10-ға жуық асқазан ішек ауруы белгілі болған. Ғалымдардың айтуынша адам жүйесі мен басқа ағзалары асқазанның жағдайымен тығыз байланысты екен. Дұрыс жұмыс істейтін асқазан әдемі тері, дені сау шаш, белсенді зат алмасудың кепілі. Асқазанға қалай көмектесеміз? Қандай ережелерді ұстану керек? Бірінші кезекте асқазан ішек жолдарының белсенділігі біздің жеген тамағымызбен тығыз байланысты екенін біліңіз. Сондықтан әрбір адамның күнделікті рационы пайдалы тағамдардан құралуы керек. Фастфуд, жартылай фабрикат сынды асқазан жауларын рационнан өшіріп тастауға тырысыңыз. Біріншіден, салауатты өмір салтына көшейік. Жұмыс күндеріңіз қалай өтеді? Кеңседе отырсаңыз ба, әлде қимыл үстінде боласыз ба? Бәлкім мүлде жұмыс істемейтін шығарсыз. Үй жағдайында жұмыс істейтіндер бар шығар. Асқазаныңызға арыз айтсаңыз, өміріңіз белсенді емес деген сөз. Ас қорыту жұмысын жақсартқыңыз келсе, күніне тым болмады 4-5 шақырым жаяу жүріңіз. Дәрігерлер асқазанның белсенді жұмыс істеуі үшін газдалмаған сусынды көп ішуге кеңес береді. Біз ішетін тағамдар әртүрлі қорытылады. Бір тағам 30 минут қорытылса, екіншісіне 5-7 сағат керек. Ұзақ қорытылатындарға ет, саңырауқұлақ және құрамында жасұнық бар тағамдар енеді. Ал жиі ішілген су бұл тағамдардың тез сіңуіне жол ашады. Үй жаттығулары мен жаттығу залдары асқазан моторына жақсы жағынан әсер етеді. Сол себепті бүгінгі рационыңыз қиын қорытылатын тағамдарға толы болса, жаттығу залына қарай асығыңыз. Бұл әдіс тағамның ұзақ уақыт асқазанда тұрақтап қалуына кедергі болады. Бесіншіден, асқазаныңызды дұрыс жұмыс істеуге тырысыңыз. Күн сайын белгіленген бір уақытта тамақтанып, жиі әрі аздан әжетханаға тұрақты түрде кіріңіз. Реттілік деген шкафта ғана емес, баста да асқазан ішек жолдарында да болсын. Асқазан тағамды ылғи бір уақытта қабылдауды үйренсе, қиындықтар сізді айналып өтіп, іш қату немесе істің кебуі дегенді білмейтін боласыз. Тамақ жеп отырып сөйлеуден аулақ болыңыз. Жүріп бара жатып тамақ жемеңіз. Компьютер не теледидар алдында тамақ жеуге болмайды. Күнде таңертең сағат тілі бойынша 10-15 минут бойы ішіңізді уқалаңыз. Қышқыл сүтті өнімдер мен көкөністерді, жемістерді барынша көп пайдалануға тырысыңыз. Бұл өнімдер тез қорытылып қана қоймай, құрамындағы дәрумендері және пайдалы заттарды сізге энергия, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Асқазанға ұнайтын тағамдар қаймақ, өсімдік майы, жұмыртқа сарысы, тмин, фенхель, сәбіз, қызылша, авокадо, құрғақ жемістер, көкөністер, мысалы алма, қарбыз, қауын сияқты. Асқазанға ұнамайтын тағамдар алмұрт, айва қайнатпалары, кисел, қарашай, какао, ауыз болатын шарап, консервілер, фастфуд, газдалған сусындар, орамжапырақ, тым ащы, тым тәтті тағамдар, сағыз, жасыл балғар, бұрышы, пияз бен сарымсақ, піспеген банандар, крахмалды өнімдер, картоп, күріш, қарақұмық, макарон, бәліштер, печенье тағы басқа. Сондай-ақ балықты, етті, сүзбені, жұмыртқаны абайлап жеу керек. Өзіңіз байқағандай, асқазанға аса көп нәрсе қажет емес. Рационды пайдалы тағамдарға толтыру, аздап спорт жаттығуларын қосу, жағымсыз әдеттерден арылу асқазан да сіз де ризасыз. Бисмиллах. Барша көрермендерге сәлем.
YouTube көрек арнасының дамуына атсалысып, тіркеліп, лайк басып, пікір жаза кетіңіз.